Академия арнасы. Құрметті көрермен, бізде бүгін қонақта түрколог, әдебиеттанушы, фольклорист, ғалым Асқар Тұрғанбай келіп отыр. Асеке, қош келдің. Біздің студияға, шағын студияға қош келдің. Осы ең соңғы сыртта өмір бойы аттың үстінде жүрсің. Ең соңғы қызметің мынау Түркістандағы Яссауи университеттегі вице-президенттік. Соған көп адамдар жету үшін көп жұмыстар істейді. Сол жерден болып алса айырылмайды. Сен сол орынды өз еркіңмен өткізіп беріп, осы Алматыға қайтып келдің. Соның себебінен бастайықшы. Рахмет. Себебі, енді мен сол университетте қазірге дейін сол команда отыр. Сол кісі, менімен бірге барған кісілердің бәрі отыр, барлық қызметте. Сол қоштасу кешін жасадық. Енді шапан жауып шығарып салды, дәстүрмен құрметтеп. Сонда мен бір сөз айттым, неге ол дәл осы себепті сұрады ғой бәрі де енді. Неге кетіп барасың? Неге кетіп барасың, үлкен қызметті тастап, неге кетіп барады деген сияқты. Жалпы 26 жасымда қызметке келіппін. Кафедра меңгерушісі болып, жап-жас. Қорқыт Атада ма? Қорқыт Ата университетінде. Жап-жаспын. Ол кезде енді амал жоқ, бізді кафедра меңгерушісі қылды. Себебі маман жоқ, адам жоқ болғасын. Сөйтіп, содан бастап мен аттан түскенім жоқ. Содан бастап қызметте декан болдым, проректор болдым. Халықаралық ұйымда жұмыс істедік, министрлікке бардық, басқа жерде істедік, академияда істедік. Жалпы басшы өзінен гөрі қарамағында істейтін адамды ойлау керек. Негізі заң бойынша да, кәдімгі этикет бойынша да солай. Өзіңді ойламайсың. Менің сол жаңа айтқан сөзім, осынша жыл 26 жастан 59 жасқа дейінгі уақыт аралығында ылғи осындай жоғары қызметтерде жұмыс істеп, яғни ел басқарып қой енді. Ел басқарып, сол өзімнен гөрі өзгені көбірек ойлаппын. Көбірек өзгелерге болсын деген мақсатта сол жаман ата қалған жоқпын істеген жерінің бәрінен. Енді өзімді ойлайыншы деп кеттім. Емді өзімді ойлайын. Немерелерім осында, оларды ұмытып қалатын жағдайға келдік. Сыртта, көп жүрдім сыртта. Бір енді 10 шақты жыл Түркияда, одан кейін Түркістанда 4 жылдай. Сонда бір 15 жыл бала-шағадан алыс, немерелерден алыс. Сондықтан солардың қасына келейін, біріншіден, екіншіден. Өзім үшін үлгере алсам, өзім үшін де бірдеңелер жасайын. Өзімнің жаңағы шығармашылық жағы ма? Ғылыми бағытта жасайын деген. Сосын тағы бір жаңағы себеп ол мынандай. Жалпы қызмет деген ауысып тұру керек. Сосын жастарға орын беру керек деп ойлаймын. Жастарға мүмкіндік беру керек. Қазір көп жерде енді билікте үлкен кісілер отыр ғой. Негізі ол жастарға уақытында беріп беру керек деп ойлаймын. Дұрыс, ұйымдастыру жұмыс энергияны көп қажет етеді. Көп қажет етеді. Ал шығармашылық жаңағы даналықты, тәжірибені қажет етеді. Сол мақсатқа келгенің. Сенің өзіңнің мынау басқарған жеріңде, жаңағы қызмет еткен жеріңде негізінен мынау түркі елдерімен байланысты екен барлығы. Жаңа Қорқытта 26 жасыңда меңгеруші болғаныңның кафедраның өзі ол түркология. Шығыс тілдері. Шығыс тілдері. Одан кейін Әл-Фарабиға келіп басқарғаныңда түркология, шығыстанудың түркология бөлімі. Сыртта істеп, Түрксойдың құрамында істегеніңде түріктермен байланысты. Енді осы түркі халықтары туралы ойсайық әңгімемізді. Біз енді тарихта түркі халықтары неше түрлі тарих болды, оны да қазір реті келгенде айтып отырармыз.
қазіргі түркі тілдерінің жағдайы сол бұрынғы қаһарлы түріктерден өзгеше шашылып жатыр. Мемлекеттігі бар, Түркияны қосқанда. Алтау. Осы түрік интеграциясы деген көтеріліп жүр, түрік бірлігі. Сол туралы ол мүмкін бе? Мүмкін болса қандай одақ болуы мүмкін? Мәдени ма, әскери ма деген сияқты ғой, рухани ма? Енді жалпы жақын тарихымызда, жақын тарих дегенде бір 200 жылдық тарихымызда бірнеше мүмкіндіктер болды жалпы. Түркі халықтарының басын біріктіретін. Бұрынғы несіне келтіруге, келтіруге. Себебі түркі халықтарының мынау ареалы, территориясы өте кең ғой. Евразияның қақ ортасын жайлап отырмыз. Мынау Ресейдің құрамындағы түркі халықтар бар. Үлкен, олар да өзінің атамекендерінде отыр. Қытайда түркі халықтар бар. Олар да өзінің атамекенінде отыр. Мына жағымыз Иран, Ауғанстан, мына жағымыз анау Украина, Европаға, Шығыс Европаға дейінгі жерде біздің түркі халықтары. Жалпы саны қанша? Жалпы саны 40-тан көп негізі. 40-тан асады? 40-тан асады. Енді біреу 42, біреу 41 дейді, негізі одан да көп. Сол халықтардың басын, мәселе халық өмір сүргенменен әр халық мемлекетке ие бола алмайды ғой. Мемлекет жасай алмайды, мемлекет құра алмайды. Сондықтан белгілі бір мемлекеттердің құрамында, империялардың құрамында өмір сүріп жатыр әлі күнге. Егер жаңағы түрік бірлігі идеясы жақсы жұмыс істесе, егер ол қазіргі тәуелсіз мемлекеттердің алған бір жаңағы бағытына айналса, түрік бірлігі, бір түрік одағы, түрік халықтарының бір одағын құруға болады. Ол экономикалық одақ болуы мүмкін. Бірінші мақсатта. Екіншіден, мәдени одақ болуы мүмкін. Әскери одақта болуы мүмкін. Әрине бұлар сатылап болатын нәрсе. Ең бірінші жұмыс мәдениетке қатысты болды. Сондықтан бірінші мәдени ұйымдар дамыды. Солар бірінші, мысалы, Түрксойдың өзі сол ғой. Түрксойдың құрылуы. Мысалы, анау 90-шы жылдары кеңес өкіметі тарап, кеңес одағы құлап, 5 түркі республикасы пайда болған кезде, жаңа қазақ, өзбек, қырғыз, түркмен тәуелсіздіктерін алды, Азербайжан. Сол 5 тәуелсіз мемлекеттер пайда болған кезде, мынау осындай одаққа деген ұмтылыс болды алғашқы. Эйфория дейміз ба, алғашқы. Бірақ енді әркім өзінің күшін есептеген жоқ. Сол кезде Түркияда да мысалға барлық экономикалық одақ құру, осы әскери одақ құру. Енді ол кездегі жалғыз тәуелсіз мемлекет Түркия болды. Сондықтан сондай ойлар болған. Соның ішінде жаңағы сол кездегі кімнің түріктің премьер-министрінің айтқан сөзі бар. Барлық министрліктерде түрік одағын, түрік бірлігін құру туралы ой болды, бірақ оны істей алған жалғыз ғана министрлік ол мәдениет министрлігі деген. Себебі мәдениет министрлігі осы Түрксой халықаралық ұйымын құрды да, сол ұйым бірден дамыды. Шынында саяси тұрғыдан, басқа тұрғыдан оған кедергі келтіру енді былай ақылға қонымсыз болды. Жан жағымыздағы империялар ғой енді кедергі келтірді бізге. Сондықтан сөйтіп бірінші осы мәдени одақ жұмыс істеп кетті. Мәдени бағыттағы жұмыстар қызу жұмыс істеп кетті. Сосын барып біртіндеп қалғандары іске асады деп ойлаймын. Енді кезекте экономикалық болса, ол енді қазір әлемдік нарықта жаңағы тұтынушының үрейленеді ғой тұтынушы. Түркі халықтары мысалы барлығы 200 миллионнан 300 миллионнан асып кетуі мүмкін. Сондықтан экономикалық ол кезде енді ал енді әскери деген өте қиын, жан-жақтағы империялар оған жібере қоймас. Ал енді өзің сол Түрксойда қанша жыл қызмет еттің, хатшы болдың, көмекшісі болдың, бастық, сол жердегі төраға деймін оны, ол жердегі бас хатшы.
Олар негізінен немен айналысты? Қазір істеп жатыр ғой. Біздің Қазақстан сол жерде 10 жылдай ма басқарды ма? 14 жыл басқарды. 14 жыл басқарды. Өте көп уақыт мерзім басқарыпты ғой. Немен айналысты, қандай мәдени шаралар туралы айтуға болады ол жерде? Пайдалы, тиімді интеграцияға. Түрксойдың тарихын айтсақ, 93 жылы Алматыда құрылады, қысқаша айтқанда. Сосын қол қойылады Алматыда. Бірақ Түрксойдың нақты жұмыс істеп кеткен уақыты 96 жыл. 96 жылдан 10 жылдай жарғысында былай Түркиядан бас хатшы болмайды. Бас хатшы мына тәуелсіз мемлекеттерден, жаңағы әліппенің тәртібі бойынша болады. Сондықтан бірінші Әзербайжан ғой енді. Әзербайжан болды. Әзербайжан 10 жылдай басшылық жасады. Ол бір құрылу дәуірі болды Түрксойдың. Ол кезде жаңа жас мемлекеттер, әсіресе 90 жылдардың экономикалық қиындығы қатты болған кезеңде ол мәдени ықпалдасуға да мүмкіндіктері аз болды. Сондықтан ол бір жылда бір 5-6 шара өткізеді, сондай әр елде де сондай кішкене азғантай шағын ұйым болды ол кезде. Ол Түрксойдың дәуірлеу кезеңі Қазақстанның басшылығына сәйкес келді. Түркістан жаңа 2008 жылы Дүйсен Қорабайұлы Қасейінов, Қазақстанның бұрынғы мәдениет министрі бас хатшы болып барды. Содан бастап дәуірледі Түрксой. Сөйтіп, ол енді әр салада жұмыс істеді. Мәдениет саласы өте үлкен ғой. Мысалы енді әр түрлі әдебиет бар, тіл бар, тарих бар, музыка бар, театр бар, барлық саланы. Сан салалы ғой мәдениет. Сан салалы мәдениет, соның барлығын қамтуға тырыстық. Сол салалардың бәрінде ең басты нәрсе мынандай ғой. Жақсы интеграция болу үшін осы халықтардың басын біріктіретін әр сала бойынша құрылымдар болу керек. Сала бойынша. Сөйтіп мына түркі халықтарының жаңағы театрлардың одағы, түркі халықтарының музыканттарының одағы, түркі халықтарының сондай салалардың әр жазушылар одағы деген сол сияқты бүкіл одақтардың барлығын сол біздің дәуірімізде Қазақстан басқарған дәуірде 2008-ден 2022-ге дейінгі кезеңде осы кезде қалыптасып болды барлығы. Бұл кәдімгідей қазір олар әр одақ өз алдына өзінің шарасын өткізіп, арға жалғастырып жатыр. Бұл бір жағынан мына түркі халықтарының мәдениет ұстап отқан тұлғалар ғой. Тұлғалар, интеллигенция. Бұлар бірін-бірі тануына, бірімен бірі араласуына өте үлкен сеп болды, қажет болды. Одан бөлек жаңағы дәстүрлі өзінің өткізетін шаралары бар. Мысалы, әр сала бойынша да дәстүрлі Түрксойдың өзінің ұйымдастыруымен өтетін бағдарламасы бар. Соны осылай жұмыс істедік. Енді жақсы жұмыс істеген шығармыз, себебі біздің алғашқы барған кезімізде жаңағы 5-6 шара өтетін болса жылына халықаралық дәрежеде. Қазір енді Түрксой бір аптада 2 шарадан кем өтпейді. Сонда былай есептесеңіз, ол деген бір жылына 100-150 шара өтеді деген сөз. Асеке, қазір оны кімнің қай елдің эстафетасына өтті? Қазір енді әуелі Әзербайжан болды. Әзербайжаннан кейін Қазақстан, енді Қырғызстан, қазір осы Қырғызстан. 4 жыл болды Қырғызстаннан. Сұлтан Раев, Қырғыздың белгілі жазушысы, қазіргі бас хатшы. Содан кейін енді кезекте Өзбекстан, әліпбидің тәртібімен келе жатыр. Түсінікті, бұл жақсы ақпарат мына көрермендерге. Енді мынандай сұрақ. Осы жаңа өзіңді айтып қалдың, тәуелсіздік алған жылдары Түркияда бір жақсы көшбасшылық болды. Біздің түркі бауырларымыз бізді тәуелсіздігімізді танығанда Турция ғой бірдеген минуттың ішінде. Сонда оларда сондай бір қамқорлық болды бауырларына деген. Бірақ оны біздің кеңес, ол кезде бәрі кеңес одағынан шыққан сол партияның кадрлары ғой. Көбісі түсінбеді, мен өз құлағыммен естідім. Бұлар неге бізді қамқорлығын алып жатыр, баяғыда орыс ағамыз еді, енді түрік бізге аға болайын деді ма деген пікірлер болды.
қазір оның бәрі жаңағындай өздерің жұмыс істеген ұйымдардың арқасында ел бір-бірімен мәдениет араласып жатыр. Енді жаңа түрік бірлігіне оралсақ, ол бүгінгі шаруа емес, жалпы түпкі мақсат қайта бірігіп үлкен бір одақ құру ғой енді. Келесі экономикалық болсын. Мысалы, мынау Түркияның қазіргі жасап жатқан, ұстанып отырған саясаты, түркі елдерінің қайсы болса да визасыз келіп Түркияда жұмыс істей беру деген нәрсе өте керемет қой. Өте жақсы. Біз мысалы Қытайға ашып қойдық қой, сол сияқты оларда түркі бауырларын ашып қойған. Жаңағы тәуелсіздіктің басындағы түрік аға бола ма деген нәрседен ары кететін болсақ, түп жағына келетін болсақ, жаңа өзің айттың, біз ешкімді жаулап алған жоқпыз, әркім өз жерінде отыр. Бірақ ол басқа мемлекетке шекара қиылып кеткен. Осы түрік бірлігі кезінде орталық менімше Қазақстан болу керек сияқты, өйткені бүкіл Еуразияның орталығында отыр, және жер көлемі де мықты, және мына ұлттық түп текті сақтап қалу жағынан да мықты. Осы көзқарасым қалай? Шеттегі Түркия болу керек па, жоқ Қазақстан болу керек па, орталық? Түркияда біз тәуелсіздік алған кезде түріктің ол капиталистік мемлекет қой. Тек қана олар мемлекеттік дәрежедегі ұйымдар ғана емес, мысалға жеке ұйымдар, бұлай меценаттар біздің Қазақстанға, Өзбекстанға, осы түрік халықтарына келіп, көмектесіп, оқу орындарын ашты, басқа да жеке ұйымдар ашты, сөйтіп жұмыс жасады олар. Оның себебі біріншіден мынандай нәрседен. Түркияны дұрыс түсіну керек. Түркияда Ататүрік кезінде айтқан. Олар Ататүрік көсемі ғой. Ататүріктің еңбектерін бәрін балалар кішкентайынан мектептен бастап оқиды оны. Ататүріктің сонда сөзі бар. Күндердің күні мынау Кеңес одағының құрамындағы біздің бауырларымыз тәуелсіздігін алады. Соған сол кезге Түркия дайын болу керек деген. Сонда ол Ататүрік бұл сөзін сонау 1936-34 жылдар жазған. Оның айтқанынан кейін біз бір 50 жылдан кейін, 55 жылдан кейін барып тәуелсіздік алып тұрмыз. Сонда ол кісі сол кезде айтып кеткен. Түркия мықты мемлекет болу керек, себебі ертең ана бауырларымыз тәуелсіздік алған кезде соларға қамқор болатындай біздің күшіміз болу керек деген. Өте күшті. Соны түсінген түрік бауырларымыз шынымен бүгінге дейін солар көмектесіп, солар қолынан келген жасап отыр. Мысалы, Түркиядағы біз анау кеңестің құрамынан шықтық қой. Біздің кеңестің идеологиясы түріктерді бізге жау қылып көрсетті ғой. Бізге бауырың деген жоқ, туысың деген жоқ. Бізді оларға барлық жерде сол идеологиямен жүрген үлкен кісілер әлі күнге түрікті жау деп ойлайды. Олай емес, түрік біздің досымыз, біздің әрбірден кейін мынау біздің жерімізден шыққан, біздің бауырымыз. Олар өздері мына интеллигенциясының көбі солай айтады. Біз Алтайдан шыққанбыз. Сендер ата мекен ұстап отырған сендерсіңдер деп қайта бізді қазақтарды жақсы көреді. Сондықтан өткен себебі олар сол түркі өткен себебі тағы мынадай. Ол жаңа мемлекеттік идеология бар оларда. Мемлекеттік идеология деген мысалы мынандай нәрсе. Мынандай нәрселерден көрінеді оның көрсеткіштері. Мысалы үшін біздің қазақтың ішінде Білге қаған деген ат қойған қазақты көрдіңдер ме? Немесе Бумын қаған деген, немесе Истеми деген, немесе Оғыз қаған деген аты бар. Өте аз ғой. Яғни біз көне түркілік есімдерді қоймаймыз балаларымызға. Қазір тіпті арабтанып кетті. Араб есімдері кілең, жаңағы Мұхаммед, Иса тағы бірден болып кетті қазір. Ал бұларда міне осы көне түркі тарихын бұларға қатты оқытты. Мектептің алғашқы сыныптарынан бастап түрк тарихын мықты оқытып, сендер түрксіңдер, шыққан жерлерің, ата-бабаларың жері Алтай, мына жақтағы Қазақстан, Өзбекстан, сендердің бауырларың деп үйреткеннен кейін бүкіл халықта идеология оларда бізді жаңағы жаулап алайық, бізге аға болайық деген түсінік жоқ. Олар бізге бауырлық
нәрсе. Әрине мемлекеттік қызметкерлерінде, жалпы мемлекеттің өзінде амбиция болуы мүмкін. Яғни біз жаңадан неоосманизм деп ат қойып алды ғой қазір батыстың идеологтары. Сол неоосманизм, жаңа империя құрайық деген ой болуы мүмкін. Ол дұрыс нәрсе. Негізі мемлекетте идеология, амбиция болу керек. Егер мемлекетте алдына қойған үлкен мақсат болмаса, онда мемлекеттің үлкен мемлекетке айналуы жалпы қиын. Амбициясы бар мемлекет, амбициясы бар адам ғана жетеді белгілі бір мақсатқа. Алдына үлкен мақсат қойған адам ғана соған жетеді. Сондықтан мемлекет те дәл сондай. Енді былай қарасақ, Қазақстан жаңа өзің айтпақшы, географиялық тұрғыдан бүкіл түркілердің ортасында. Бізде жалпы, біз былай қазір бір жағымыз Ресеймен, бір жағымыз Қытаймен шекараласады деп айтқанменен, негізі Қазақстан түркілердің қақ ортасында. Біз Қытаймен шектеспейміз, біз Шығыс Түркістанмен шектесеміз. Біз мына жағымызда Ресеймен емес, өзге түркілер. Башқұртстанмен, Қақасияменен, Алтайменен шектесеміз. Бұлар біздің шекарамыздың, айналамыздың бәрінде отырған өзіміздің бауырларымыз. Біз Қазақстан нағыз түркілердің қақ ортасында отырмыз. Сондықтан Қазақстанда болашаққа амбиция болу керек. Жаңағы Ататүріктің айтқанындай бүкіл империялар тарайды. Күндердің күнінде барлық империя тарайды. Сол империя тараған кезде... Ол заңдылық қой. Ол заңдылық. 5 ғасыр өмір сүрген империяда тарап жатыр. Тарайды. Ол барлық империя тарайды. Оған ешқандай кәдімгі шүбә жоқ оған. Себебі ол дүниежүзінің тарихын алып қараған адамға ол ешқандай шүбәланатын нәрсе емес. Бүкіл империялар тарайды. Сол империялар тараған кезде біздің сол империяның құрамындағы біздің бауырларымыздың халі қандай болады? Соған сол кезде біз жаңа Ататүрк айтпақшы, біз дайын боламыз ба? Мәселе сонда. Біздің мемлекеттің алдына қоятын үлкен мақсаттардың бірі осы болу керек. Себебі біз өзімізден саны аз, империялық саясаттың арқасында өз жерінде аз болып қалған, тілін жоғалтқан, мәдениетін жоғалтқан өзіміздің бауырларымызға көмектесетін халде болуымыз керек. Соған біз дайын болуымыз керек. Кезінде қалай бізге түріктер көмектескен болса, біз де ертең бауырларымызға, башқұрттарға, татарларға, қақастарға, алтайларға көмектесетін дәрежеде болуымыз керек. Асеке, бұның бәрі идеология байланысты екен. Мысалы, мынау түріктің басына бір қиындық түсіп жатқан кезде жаңағы Мағжанның жазатын несі бар ғой? Алыстағы бауырыма деген. Алыстағы бауырыма деген. Сол кезде кеңес идеология кірмей тұрғанда қазақ түрікпен бауыр еді. Мына идеология құртып, содан әлі шыға алмай жатырмыз ғой. Біздің мемлекеттің идеологиясы да, онда отырған мамандар да қатты жаңағы Ататүрк сияқты ұлтшыл болмай тұр. Жаңағы неге өзің айтқандай империяның басы болуға амбициясы жетпей тұр. Ал енді жаңағы өзі ғұламалар шындық біреу ақ қой, соны бәрі айтса бір нүктеге қадап айтатынына мен мына Шоқайдың жаңағы сөзін келтірейінші. Ататүрктікімен қатты үндес. Шоқай дейді, күндердің күнінде дейді, Үндістан ағылшыннан тәуелсіздігін алатын болса, үнділерде ағылшындардың құрған оқу орындары, ағылшындар салған заводтар қалады. Ал Түркістаннан орыстың қамқорлығынан қалатын орыстың мұжығы ғана депті. Сонда Ресейдің әлеуетін ол сол кезде байқап тұр. Оның түбі тарайтынын және өзінің қарауындағы мемлекеттерге түк бере алмайтынын сол кезде айтып отыр Шоқай. Ол керемет. Үлкен технология әкелген жоқ қой бізге. Түк әкелген жоқ. Біз кеңес дәуіріндегі бүкіл жүйе тарап нөлге түсіп қалдық қой. Нөлге түсіп қалдық. Ал Түркия Европамен интеграцияда содарынан алып отыр, Германиямен бәрінен. Сосын кейін ұлтшылдығының ұнайтыны, мен тілші болғаннан кейін біз енді терминологиясына қатты қызығамыз. Бізде
орыстың қамқорлығынан жаңа 42 әріпті енгізіп алғандықтан біз орыстың емлесі қалай жазса солай аламыз. Сол қаптап кетті, ол тілдің жаңа әуезділігін бәрін бұзып жатыр. Сонда оны мынау Байынқол Қалиев деген ғалым айтады, ол біздің терминология емес дейді. Ол варваризмдер дейді. Яғни сол күйі бүтін кіріп жатқаны. Олар оның бәрін аударып алады, түріктер. Олар барлығын аударып алады. Барлығын аударып алады, барлығын өз тілінде жасайды. Солай емес пе? Олар қазіргі мысалға айталық ең жақсы дамып жатқан мынау жасанды интеллектке қатысты, мынау компьютерлік технологияға қатысты. Компьютердің өзін білгісаяр дейді. Білгісаяр деген сөз жаңағы білге деген енді білгі, білім. Білім. Анау саяр деген санау. Сонда білім санайтын нәрсе. Білгі жаңағы ақпарат санайтын құрал. Сондықтан бұл керемет аудармалар бар. Осы салалардың бәрінде керемет аудармалар бар. Жалпы біз мәселе мынада ғой, біз сол аудармаларды өзімізге қарай ыңғайлап жаңа келген технологияны қалыптаспай тұрған кезде, жаңа ішке кірген кезде бірден аударма жасалу керек. Яғни төл тілге сонда бірден сіңіп кетеді. Сонда бірден сіңіп кетеді. Егер ол бір 20 жылдан кейін барып, жаңа біз әлі кейбір терминдерге 30 жылдан кейін әлі аударамыз деп жүрміз ғой, 30 жылдан кейін ол термин қайтадан қалыптасу өте қиын болады. Ана бастапқы енген тілінен қалыптасып кетеді. Түріктер оны бірден істейді. Түріктер оны бірден жасайды. Бірден. Келген кезде жасайды. Ол жаңағыдай әртүрлі құралдар арқылы жасалады. Асеке, өзің Түрксойда жүргенде сендердің жұмыстарың бүкіл түркі, ол тәуелсіз емес деген сияқты емес, бүкіл түркі халықтарына қатысты мәдени зерттеулер жүргізу, соларға шаралар өткізу. Осы туралы айтсаң, біз мысалы көрермен де, мен де түрколог болмағаннан кейін бір Ресейдегі түркілер, сосын Қытайдағы ұйғыр, сосын 5 мемлекет деп жүрмін ғой. 40-тан аса түркі халықтар, ол қай жерлерде, саны қанша олардың, сол туралы көрермендерге бір жақсы ақпарат бере кетсек. Енді түркі халықтары, жаңа 40-тан аса түркі халықтарының енді көп санды, ең көп санды осы жаңағы мемлекет болып, ұлттық мемлекет болып отқан 5 мемлекет, Түркия мен Алтау. Бұлар саны ең үлкендері. Ең көбі Түркия, ең көбі Түркия, одан кейін Өзбекстан, Азербайжан, Қазақстан, Азербайжан, Қырғызстан, Түркменстан. Осы ретпен кетеді. Сосын тағы бір жаңағы танылмаған мемлекет бар. Ол солтүстік Кипр, түрк мемлекеті деген. Ол түрк мемлекеті. Олар да мынау Осман империясының кезінде сол Осман түріктеріне жақын, сол халық бір халық. Бірақ кішкене айырмашылықтар бар олардың тілінде, дәстүрінде. Ол Кипр деген аралдың жартысы сол солтүстік Кипр жағы осы түріктерге қарайды. Оған Түркия көп көмек береді. Оның бюджетін құрауға да, елге жаңа оқытуына, кезінде өжір ағылшынның отары болған. Кейін жартысы сол Түркияға қарап қалған, жартысы қазір гректерге қарайды жартысы. Сол аралда шағын мемлекет, халқының саны 1 миллионға жетер-жетпес. Ол да 7-ші мемлекет өз алдына, ол мемлекеттің де өмір сүріп отқанына қазір 50 жылға жақындап қалды. Бірақ ешкім мойындаған жоқ. 1974 жылы құрылды деймін, басам. Мойындамағанмен Түркия тікелей оған көмек көрсетіп отыр. Ана жерге жаңағы суы Түркиядан барады, барлық жаңағы қажеттіліктер Түркиядан барады. Бірақ жаңағы сәл ғана тілдік айырмашылық бар. Түріктермен өте жақын, 90% жақын ұлт. Енді одан бөлек осы 7 мемлекет деп есептесек, мемлекеті барлар. Мемлекеті жоқ, өте көп. Бізде біріншіден ең үлкен сан жөнінен ұйғыр ағайындар, ұйғырлар, мемлекеті жоқ. Бірақ сан жөнінен оларда біздің қазақтан аз емес. Оларда
10 миллионнан артық. Ол мысалы бір деректерде 18 миллион дейді, бір деректерде 14 миллион дейді. Біз енді Қазақстанда қазір 15 миллионға жуық қазақпыз ғой. Ал ол жақта сол 14-16 миллионның арасында ұйғырлар тұрады. Онда мемлекетпен кетейікші. Қытайда ұйғыр тұрады, сосын қандай түркілер бар? Қытайда енді ұйғыр тұрады, сосын жаңағы өздерінің ғасырлар болып тұрған жерлері бар. Мынау сары ұйғырлар деген халық бар. Сары ұйғырлар деген. Сосын Қытайдың қай жағында тұрады ол? Ол Қытайдың мынау Тибетпен шекарасында тұрады. Тіпті ішке кетіп көп. Иә, ішкі Қытай мен Тибеттің шекарасында тұрады. Сосын салар деген халық бар. Олар салар Пекинде тұрады. Олар көбінесе сол Пекиннің айналасында тұрады. Түркілер ол 100 мыңға жуық саны бар. Саларлар. Саларлар мұсылман. Жалпы осы Орта Азиядағы ең ескі Құран сол саларлардың қолында. Кезінде ол Шыңғысханның кезінде Шыңғысхан ханбалық қой енді бұрынғы аты Пекиннің. Ханбалықты Шыңғысхан алған кезде сол жерге саларларды осы Орта Азиядан Хорезмнен әскер, тек қана әскер еркектерді алып кеткен. Шамамен 2-3 мың адам. Сосын сояққа барғаннан кейін олар сол бір қаланы берген солардың билеуіне. Сол қалада олар тұрған, бірақ енді олардың жаңағы отбасы жақта қалып қойды ғой, ағайын туыс бәрі қалып қойды. Анау қанша мың километр жер ояқтан қаяқтан келеді. Сол жерден сол жаңағы жергілікті қыздарды алып, үйленіп, тілін сақтап отырған. Бірақ ең ерекшелігі осы уақытқа дейін тіл сақталып келген саларларды. Сонда Шыңғысханның заманы қайда, бұл қазіргі заман қайда? 800 жылдан астам уақыт өтіп кетті ғой. Соған қарамастан тілдерін сақтап келген. Неге сақтап, қалай сақтаған? Сонда айтады, біз сұрадық енді. Біз жаңағы бардыңдар ғой ол жерге. 2013 жылы Түрксойдың тарапынан жаңағы Қытайдың өзінде батыс халықтарын зерттейтін институт деген бар. Олардың батысы біздер. Біздерді зерттейді олар. Олар жаңағы батыс Европаны емес, бізді зерттейді. Сол бізді зерттейтін, түркі халықтарын зерттейтін институттың мамандарымен бірлесіп бір жоба жасап, Қытайға экспедицияға бардық. Енді жаңағы Түрксойдың бас хатшысы бар, орынбасары бар. Сосын Қазақтан мен, башқұрт бар, түрік бар, тағы сондай. Бірнеше адам. Зерттеу тобы болып бардық, 6 адам. Сонда саларлармен жолықтық Пекинде. Саларлар жаңағы негізгі бөлігі 90% мұсылман, бірақ 10%-дай Будда дініне кіргендер бар екен. Бірақ бір қызық жері, мұсылманшылықтары мықты, сосын саларлар өте бай тұрады екен. Мысалы, Пекинде салынатын мешітке, сол жылдары бір мешіт салынған екен, соның қаражатын мұсылмандар көтерген ғой өздері. Сонда жаңағы 15 миллион ұйғыр емес, жаңағы 100 мың салар 80%-ын көтерген екен. Сонда салардың нелері, байлар өте көп екен. Сонда айтады, қалай сақтадыңдар тілін? 800 жыл бойы тіл сақтап отыр. Ана теңіздей, ұшан теңіз Қытайдың ішінде қақ ортасында отырып, қалай сақтап отырсың тілін? Сонда айтады, біз аталарымыз дейді, Тибеттің қыздарын алған, Қытайдың қыздарын алған, сонда шарт қойған дейді. Үйде, оттың басында тек қана түркше сөйлесін. Тек қана түркше, саларша. Тек өз тілімізде сөйлейсіздер деп, ана басқа ұлттың қызын алып, оны өзінің дініне кіргізген және тілін үйретіп, сөйтіп балалардың бәрін өз тілінде сөйлеткен. Ана тілі ғой енді. Азғантай ғана халық. Одан кейін Сары ұйғырлар деген жерге бардық. Сунан деген қалада, ол бері қарай, мынау Пекиннен бері қарай келе жатқан кезде, Шығыс Түркістанға келе жатқан кезде жолда Сунан деген қала. Сол жерде Сары ұйғырлар тұрады. Сары ұйғыр деген шамамен ол да бір 900 жылдай бұрын бөлінген, түркілерден бөлініп кеткен халық, азғантай топ. Бұл мына ұйғырмен қатысы жоқ ешқандай. Ол ана ұйғыр қағанатынан кейін оларды Сары ұйғыр деп атап кеткен. Сөйтіп олар енді былай тілдік тұрғыдан
Моңғолиядағы түркілерге, сосын мына Алтайдағы түркілерге жақын. Хакастарға, шорларға, соларға жақын. Тілдік тұрғыда. Сон бардық жаңағы, Сунанға бардық. Сунан деген енді керемет кішкене шағын ғана қала. Ана Сары-Ұйғырлар өзі 36.000 халық екен сол кезде. 36.000-ның өзі 3-ке бөлінген екен. Біреуі бір бөлігі жаңағы 12.000-дайы тек қана Қытай тілінде сөйлеп кеткен, өз тілдерін ұмытып. Екінші бөлігі моңғол тілінде сөйлеп кеткен. Екінші ішкі Моңғолияға жақын, сол моңғол, Қытайдағы моңғолдардың ықпалы қатты. Сосын үшінші бөлігі тек солар ғана өз тілдерін біледі екен. Сол өз тілдерін білетін топ, ол баяғы ата-бабасының дәстүрімен тауда мал бағат, биік таудың басында жаңағы яқ дейді ғой, қодастар. Соларды бағады екен. Бірақ жаңағы бір қаланы салып қойған, шағын қаланың, солардың қыста келіп, ана қалада балаларын оқытып мектепке. Сосын көктем шыға бәрі жайлауға шығып кетеді екен. Оқу Қытай тілінде. Оқу Қытай тілінде. Оқу Қытай тілінде. Ассимиляция бар әрине. Содан біз жаңағы 6 адам бардық, олардан да 6 адам қосылды. Жаңағы Батыс халықтарын зерттеу институтынан сөйтіп бір оқиға болды, соны айтып берейін, қызық. Барғаннан кейін Қытайдан жаңа 2 адам аудармашы болып ерген бізге. 2 Қытай, Пекиннен. Сосын бір жігіт, түрік жігіт, ол Қытай тілін біледі, ол да аудармашы. Әуелі ана салар тілінде сөйлейді ана кісілерді. Мына мәдениет үйіне жинады үлкен ақсақалдарын. Сөйтіп мәдениет үйінде сөйлесіп отырмыз. Анау саларлар Қытай тілінде сөйлейді. Қытай тілінде сөйлейді, сосын Қытай бізге аударады. Орысшаға. Кейде тілі жетпей қалса, ана түрік жігіт қытайшадан түркшеге аударады. Енді біз енді түркшеде, орысшада білеміз. Екі тілден түсінеміз. Түсінісіп отырдық солай. Содан бір уақытта ұсыныс жасадым. Осы сендер өз тілдеріңді білесіңдер ме? Я білеміз. Сары-Ұйғырдың тілі. Бұда Сары-Ұйғырша сөйлеңдерші, біз түсініп көрейік. Сары-Ұйғырша сөйледі. Содан енді тілдің түбірін білеміз ғой. Содан мен ол Сары-Ұйғырша сөйлейді, мен қазақша айтамын. Мен оны түсінемін, ол мені түсінеді. Башқұртша айтады, оны түсінеді. Түркше айтады, ол түсінеді. Содан біз жаңағы келген топ өзіміз Сары-Ұйғырлармен өз тілімізді сөйлесіп кеттік. Содан отырған жаңағы Қытайдың басшысы, ана жаңағы аудармашылар жөніне қалды. Қытайдың жаңағы институттың несі, өкілі бізден таң қалды. Бізден сұрайды, сендер қай тілде сөйлесіп отырсыңдар деп. Қай тілдесіңіз? Өзіміздің тілімізді сөйлесіп отырмыз. Әркім өзіміздің ана тілімізде. Әркім өзің қалай түсініп отырсыңдар? Біздің тіліміз ортақ, біздің тіліміз түрік тілі. Біздің арғы тегіміз бір. Сол бір тілде сөйлесіп отырмыз. Бізде кез келген сөздің түбірін білсек болды. Біздің тіліміз жалғанбалы тіл, қалған жұрнақ, жалға, оның бәрін өзіміз түсініп аламыз. Тек қана түбірін тапсақ болды бізге. Десем, ана Қытай басын шайқайды, қайта басы аң-таң болады. Бұл мүмкін емес дейді. Жоқ, мүмкін. Сендер дейді. Біреуің 5000 шақырым, біреуің 7000 шақырым, біреуің 6000 шақырымнан келесіңдер дейді. Және 1000 жылдан кейін тапсып тұрсыздар дейді. Мына кісімен 1000 жылдан кейін, қалай 1000 жылдан кейін бір-біріңді тілдеріңді түсінсіңдер дейді. Олай мүмкін емес қой дейді. Біз мүмкін сөйлесіп отырмыз ғой. Біздің тіліміздің артықшылығы осындай. Біздің тіліміздің тегінің артықшылығы осындай дейміз ғой. Сонда айтады ана Қытай жігіт. Бізде Қытайда дейді. Бір ауыл мен бір ауыл бірін-бірі түсінбейді дейді. Екеуі. Ауызша сөйлескен кезде түсінбейді. Бізді біріктіріп тұрған мынау иероглиф дейді. Жазуына біріктіріп тұр біз. Ұлт етіп. Әйтпесе біз аудан, облыс бір-бірімізді түсінбейміз дейді. Қасында отырып түсінбейміз. Бірін-бірі. Ал біз 1000 жылдан кейін бір-бірімізді түсініп тұрмыз. Біздің тіліміздің кереметтігі. 1000 жылдан кейін 1000 километрден келіп тұр. 1000 шақырымнан келіп тұр. Мыңдаған шақырымнан келіп 1000 жылдан кейін. Түрік тілінің құдіреті ғой, түрік тілінің. Анау түбірлер, байырғы түбірлер барлық түркіде бірдей сақталған. Керемет. Ал мынау Ресейде
бір 20 шақты түркі бар. Иә, түркілері бар. Ұсақ жоғалып бара жатқандар бар. Империя тарауға шақтыр ғой енді бұйырса. Иә. Империяның әсері. Құдай қаласа дейік қояқшы. Иә, Құдай қаласа. Бұларда енді ана Сібірден басталғанда, иә, анау якуттар, енді якут деген емес, ол якут, олар саха ғой. Иә. Саха дейді олар өздерін. Сахалар, сосын долғандар, содан бері қарай енді мынау хакастар бар, тубалар бар, тыва дейді олар. Тывалар бар. Жаңағы хотондар дегенімізді азғантай халықта, олардың құрамында. Монғолияда жаңағы жақында көп ұзаған жоқ, өзі бір 20-30 жылдың шамасында белгілі болды Духа деген халық. Монғолияда. Мәселен, азғантай бір 500-ге жуық қана саны бар, бірақ көшпелі әлі. Сол мал бағат, малдың ізінде жүрген жаңағы мынандай шатыр құрады, сол шатырдың ішінде өмір сүреді. Ол осыдан бұрын да болған енді. Ол қай жерде? Баян-өлгейде қазақтар болған, ар жағында ма? Арғы бетте. Монғолияның арғы таулы жақ беткен. Бұл жақ бер жағда таулы ғой, ар жақта таулы бар. Арғы жағында Баян-өлгей емес ол. Сосын енді мынау өте саны азайып кеткен, мәселен, қазаққа өте жақын халықтар бар, оларда. Шорлар. Кезінде Горная Шория деген автономдық республика болған, шағын. Қазіргі мынау Таулы Алтай деген аймақ бар ғой, сол жерде тұрады қазір. Олардан қазір 5000 адам ғана қалды қазір. Өте азайып кетті. Шорлар, Телеуіт деген азғантай ғана халық бар, мәселен. Алтайдың өзі де, Алтай кіжі дейді ғой олар енді, жаңағы. Қазақтың рулары бар Алтай. Қазақтың рулары бар ішінде. Бұлардың да, енді мысалға, қазақтан көрге қырғызға өте жақын бұлар. Себебі қырғыздар осыдан бөлініп шығады бір кезде. Бірақ ана кезінде біздің ареалымызда болды ғой, қазақтың әсеріменен бізге көп жақын. Біздің тілімізге неге жақын, өте жақсы. Тіпті кейбір біздің сөздеріміз солаймен еніп кеткен сол тілде, Алтай тілі. Сосын бұл мынау Сібір түріктері, Сібір түріктері. Сібір негізі солаймен түріктердің жері ғой енді. Сол Сібір түріктері, бірақ бұлардың саны жаңа ассимиляцияның әсерінен біз енді бақытымызға қарай үлкен халық болдық қой қазақ. Сол үлкен санымыздың көп болғанының арқасында біз қанша қырса да, қанша ассимиляция жасаса да, қанша зорлық, зобалаң болса да аман есен қалып, өзіміздің тілімізді сақтап, мәдениетті сақтап отырмыз. Ал енді мынау Сібір өзі өмір сүруге өте қолайсыз жер ғой. Сол қолайсыз жерде табиғаттың несіне байланысты саны олардың аз. Оны біреулер жаңа дінге қатыстырады, оған қатысты емес. Ол өсім себебі климатқа байланысты. Солтүстікте өсім аз болады, оңтүстікте көп болады. Сондықтан сол заңдылық, ол заңдылық. Сондықтан сол солтүстіктегі өзі саны аз халықтар анау империялық саясаттың кесірінен одан сайын азайып, ассимиляцияға ұшырып, жоқ болудың алдында тұр. Енді мықты отырған халықтар бар, мәселен жаңағы Еділдің бойындағы бауырларымыз қазан татарлары менен башқұрттар, олар мықты, өздерінің орны бар, тілін сақтап отыр. Енді олар негізі жаңағы жеке мемлекет болуға кез келген уақытта дайын тұрған. Өкінішке орай жаңағы Қазақстанмен шекараны қиып тастады ғой, өзің білесің кезінде. Ар жақта, мәселен, Кавказда түркілерде мықты, мәселен, қарашайлар, балқарлар, сандары аз, бірақ өздерінің дәстүрін өте мықты ұстап отқан халықтар. Құмықтар бер жақта, Дағыстанда, ноғайлар. Енді ең үлкен осы түрік халықтарының ішінде Ресей империясынан ең үлкен зардап шеккен халық ол ноғайлар.
ноғайларда анау Суворовтың кезінде мен бастап, оның алдынан бастап кәдімгі патшаның, Ресей патшасының тапсырмасы болған кәдімгі. Ноғай басқа халықтарды тұтқынға алуға болады, бірақ ноғайды тұтқынға алуға болмайды. Тек қана аты өлтіру керек. Немесе жаңағыдай басқаша өлім. Тек қана өлім. Сөйтіп ноғай бауырларымызды тентіретіп қырып жіберді. Түркияға ауып кетті біраз. Түркияға ауып кетті. Түркияда бір шамамен 2 миллионның үстінде ноғай текті ноғайлар бар. Ноғай ауылдары бар Түркияда. Одан қалды анау батыс Европаға, шығыс Европаға кетті. Сосын енді Украинада мәселен кезінде Қазар хандығының қалдығы Қырымшақ деген, Қарайым деген шағын ұлттар, мынау кезінде айтып жүрді ғой, литовский татар анау деп айтып жүрген. Солардың барлығы мынау Қырым хандығы, Қазар хандығының тараған кезіндегі бұлардың барлығы қыпшақ тілдестер негізі. Мынау оғыз тобы емес, қыпшақ тобына жататын. Тілдері бізге жақын. Сосын мынау Болгарияда, Румынияда, яғни шығыс Европаның біраз жерінде осы кезінде, Осман империясының кезінде, одан кейін көш үлкен Қырымда үлкен көш болған. Жаңа ноғайлардан кейін ең көш болғанда ауған ғой, ауған. Ноғайлардан кейін ең үлкен зорлық, зомбылық көрген осы халықтардың біреуі мынау Қырым татарлар. Олар өзі екі этногенезі екі неден тұрады. Біреуі қыпшақтар, біреуі оғыздар. Сол екі бөліктен құралады. Солардың бір бөлігі мысалға кезінде көшіп Румынияға барып, Болгарияға барып, сол жерде өздері үлкен диаспора құрып өмір сүріп жатыр. Қазір кәдімгідей сол мемлекетке әсері бар дәрежедегі диаспоралар олар. Өз атамекенінен көшіп ана жаққа барып, сол жақта қалыптасып, соңғы бір 200 жылдың көлемінде қалыптасқан диаспоралар, мықты диаспоралар бар. Енді одан бөлек Европада да сондай нелер бар. Мәселен, мына жағымыз Иранда біз енді Иран деген бір ашылмаған арал сияқты. Жаңағы үлкен 90 миллиондық мемлекет, бірақ осы 90 миллионның бір жартысы болмағанмен 40% түркілер. Олардың барлығы. Мысалға Азербайжандар бар. Оларда бір 35-40 миллионға жоқ Азербайжан бар. Азербайжаннан бөлек оларда Қашқай деген халық бар. Көшпенді халық Қашқай деген. Олардың өзі, Қашқайлар өзі біз осы Орта Азиядан шықтық. Осы мынау Түркменстан территориясынан келдік деп есептейді өздерін. Хорезмнен келдік деп есептейді. Олар дәстүр салттары жақын бізге. Тілде қашық емес. Әлі күнге көшпелі өмір сүріп отқан халық. Әлі күнге көшпелі Қашқайлар. Одан бөлек Хаджарлар деген халық бар, Халаджыдар деген халық бар. Иранда. Иранда бәрі түрік өздерінің тілдерін біледі, көбісі тілдерін сақтаған, отбасында сөйленеді ғой. Әйтпесе олардың мынау Ресейдегі сияқты Иранда да мысалы өз тілінде ешқандай мектеп жоқ өз тілдерінде, немесе жаңа кітап шықпайды, ештеңе шықпайды, бірақ әлі отбасында өздерінің дәстүрлерін сақтап отқан түркілер. Біздің адайларда бар ғой, сол жерде сақтап отыр ғой. Өзгеге қыз бермейміз, құдаласпаймыз деп керемет сақталып отыр. Өте керемет ақпарат екен. Біз ойлаймыз ғой, ол жерде Азербайжан бар, сосын аздаған түркмендер бар. Сосын кейін біздің ана ашаршылық кезінде кетіп қалған адай бауырларымыз бар. Ал жаңағындай халықтар, басқа түркілер бар екенін енді мен үшін тың ақпарат мысалы. Иран деген үлкен мемлекет, ол 1000 жылға жуық Иранның династияларының бәрі түркілердің династиясы болған. Түркілер басқарған. Бірақ түркілер сарайда парс тілін пайдаланған, әскерде түрк тілін пайдаланған. Әскерде түрк тілін пайдаланған. Көбінесе біздің сол әскер жөнінен жалпы мынау
таяу шығыс дейтініміз, орта шығыс дейтініміз жерлерде әскер жөнінен міне ол соңғы бір 1000 жыл әр уақыт түркілер бірінші орында болған. Мына біздің ата бабаларымызды жаңа құлға алып кетіп мәмлүк болып, олардың Египеттің патшасы болып жүрген себебі түркілердің ұрпақтары, қыпшақтар әсіресе кішкентай бала кезінен алып кеткеннің өзінде жауынгер болады. Әскерге өте бейім болған. Сондықтан бүкіл билік әскердің қолында болады ғой. Империядағылар әскерге көп пайдаланған. Иранда сол негізгі әскери билік түркілердің қолында болған. Содан кейін Ираннан айналамызға келдім жаңа. Қытайдан бастады, айналып келе жатырмыз. Ресей, былай қарай Европа, былай қарай Иран. Мажарстанды ұмытып кеттік қой, Мажарстан енді мадиярлар енді ол өз алдына ертеректе кеткен. Ертеректе кеткен. Олар Атиланың кезінде, өздері сол Атиладан кезінде ол кезде былай әлсін мынау Қыпшақ даласынан әлсін халықтар кетіп отырған ғой. Ол енді ол тарихи себептерге байланысты. Себеп түркі халықтары мынау көбейген сайын бірін-бірі ысырған әрбірден кейін. Бізге жаңағы түркі халықтарына көбінесе біз біреуіміздің империямызды біреуміз құлатқанбыз. Мәселен кезінде жаңа Ақсақ Темірдің бар Осман империясын, Алтын Орданы, Баязитті жасаған соғыстары сияқты біз жаңағы Ақсақ Темірде бауыр деген түсінік болмаған сияқты. Сол әскери күш ұлғайған сайын сол алысқа бармай жақын жердегі ағайындарымызға да кішкене қысым көрсетіп отырмыз. Бірақ мына қорқытты мысалы Әзербайжандар оғыздар бәрі адам қорқыт дейді ғой. Сырдың бойында. Сырдың бойынан Қыпшақ оғызды былай ығыстырып жіберген ғой. Солай ғой. Қыпшақ оғыздарды. Ол тарихта жазылған. Братоубийственный соғыс болып тұр ғой. Сонда енді ол мысалға біз жаңағы эпостарымызда Қызылбас біздің жауымыз ғой. Бірақ шындап келген кезде Қызылбас деген Ирандағы мынау Афшарлардың династиясының атауы. Қызылбастар деген сол. Олар кәдімгі түрік тектестер. Әскер де түрік тектестер. Фольклорда сол Қызылбаспен соғысады. Қызылбаспен соғысамыз біз фольклорда. Шындап келген кезде ол біздің туысқанымыз. Ал жаңа Ноғайлыны айтып қалдың ғой, Асеке. Ноғайлар көп не көрген, ол бірақ біздің батыстағы жерлерде мекендеген солардың айырылысуы бекер ана жаққа сол бекер кетті ау деймін. Егер біздің батыста қазақтармен бірге тұра бергенде не болар еді? Енді ол бұлай болды ғой. Олар қазаққа келіп қосылу басында белгілі жоқ, бірге бір ру сияқты біз Ноғайлының елінде деп біздің халық ауыз әдебиеттер солай басталады ғой. Олар бізге шағын рулар қосылған, біздің кішінің ішіндегі рулардың ішінде Ноғайлының тұқымдары бар. Бірақ анау үлкен Ноғайлы территориялық тұрғыдан бөлініп қалған. Оның ана қазақ хандығы орнағаннан кейін территориялық тұрғыдан екі ортаға Ресей Қалмақ хандығын, одан кейін мына жағында жаңа Астрахан хандығы, Астрахан. Сөйтіп территориялық тұрғыдан бөліп жіберді ғой. Негізі Ноғайлардың территориясы мынау Украинаға дейін, мынау қазіргі Қазақстан картасын қарасаң, Украина мен Қазақстанның ортасындағы алқап қой. Сол алқап. Дон, Кубан, сол алқап. Сол алқапты түгел тазарту керек болды. Империяның ол Қара теңізге шығатын жолы болды ғой. Сол Қара теңізге шығатын жолдың бәрін тазарту керек болды. Соны бұл сөйтіп қырып жіберді халықты. Бірақ ол өте ауыр тарих. Өте ауыр тарих. Мысалға, анау Түркияға барғандар түріктерге сіңіп кетті. Ана жаққа барғандар басқасына сіңіп кетті. Солай болып, азғантай кезінде кәдімгі шалқыған теңіздей болған Ноғайдан қазір бір шөміштей ғана халық қалды. Асып кетсе бір 60-70 мың Ноғай қалды Ресейде. Енді мысалы Кавказдағы жаңа халықтар өте жақсы дәстүрін сақтап отыр. Қарашайлар, балқарлар.
мықты құмықтар. Енді одан былай қарай Ираннан былай кетіп істесек, мына Ауғанстанның өзінде де біздің түркілер әлі айтылмай жатқан не бар. Мысалы, Хазари деген халық бар Ауғанстанда. Хазари деген. Хазариді бұларды ауғанда қатты шететеді. Себебі Хазарилер олар Моңғолдың әскері дейді. Моңғолдың әскері дейді. Бірақ Хазарилерді былай не істеп қарасаң, тілін жоғалтып алған. Өкінішке орай. Тілінде элементтер бар, түркілік элементтер бар, бірақ парсының элементтері басым болып кеткен. Дәстүрінде, салт дәстүрінде, мәдениетінде қалып қойған түркілік барлығы. Домбыра тартады, біздің қазақ сияқты. Сосын мынау киіз үй, бүкіл жаңағы ат абзелдер, мәдениет жөнінен түркілерге өте жақын халық. Қайдан келдік дейді, мынау Хазар теңізбен байланысты емес пе? Иә, олар өздері айтады, Хазар, біз сол Хазар теңіз жағынан, Иранның Хазар теңіз жағынан қоныс аудардық. Ол жаңағы әскермен байланыстырады, немен, Моңғол әскеріне алынған, әскер болып алынған, сөйтіп ауған территориясына солай келдік деп өздері тарихында сөйтіп жазады олар. Иә, ол да бір қызық. Одан қалды енді Алақай деген халықты естуің бар ғой. Алақай деген, мысалы, бұл да мынау Қыпшақ тобына өте жақын, тілдік тұрғыдан, мәдени тұрғыдан біздің қазақтарға өте жақын. Бұлар Тәжікстандағы бір жаңа шағын жерде оқшау қалып қойған халық. Бірақ бұлардың да тарихына қарасақ, шамамен бір енді Орта Азиядағы түркілердің жеке халық болып қалыптасу дәуірі жүріп жатқан кезде сол аймақта өз алдына оқшау қалып қойған. Таудағы халықтардың ерекшелігі, мысалға, тауда жеке оқшау өмір сүруге мүмкіндік бар. Далада ондай мүмкіндік жоқ. Дала ағын, әр уақытта коммуникацияның ортасы. Былай көш, одан кері көш, әр уақытта көштің ортасы болғандықтан даланың халқы араласып, сапырылысып, біздің қазақта мысалы диалекті жоқ болатын себебі сол. Ал тауда қалып қойған халық, ол өзінің диалектісін, өзінің оқшаулығын сақтап қала алады. Сондай бір халық Лақай, тауда қалып қойған түркілердің ішінде. Екіншісі Қытайдағы Фуй қырғыздар деген бар. Барлығы таудың басында тұр. Таудың басында ғана тұрады, азғантай ғана топ. Сол өзінің мына қазіргі қырғыз тілден аналардың тілі ерекше. Диалекті деп айтуға болады оны. Жеке тілі болып қалыптасып қалған. Лақай да сондай болған. Негізі шыққан тегі жөнінен бізге жақын, бірақ ана жаққа барып қалыптасып қалған. Осындай таулар, мысалы Ресейде Шорлар таудың басында қалып қойған. Бұл өте бір қызық нәрсе екен. Қызық, иә. Тек таудың басында тұрғандар, оқшау тұратындар. Оларда тілдің сақталуы. Асеке, мынау Қытайдан бастап айналып шықтық қой. Иә. Қарасаңыз, шынымен де түркі халықтары Қытайдың арғы бетінен бастап шығыс Түркістаннан былай Еуропаға дейін қарасаң, бір тұтас түркі даласы ғой? Түркі даласы. Тұтас түркі даласы. Бүкіл Евразияның ортаңғы бөлігі түгел түркілердің мекені ғой. Енді оны алысқа барып дәлелдеудің қажеті жоқ, топонимиканы қараса болды. Барлық жерде түркілердің атаулары. Иә, Қырымның, Украинада Қырымның ішінде де жаңағы қазақтың руларының атаулары, ауылдар толып тұр екен. Толып тұр. Енді бір қызық нәрсе айтамын. Мен әр қазақ мен жалғызым дейді. Мен мысалы ноғайлардың айтып жатқан әнін естіп қалам, Қарақалпақты естіп қалам. Бұларды неге Қазақстан мынау немістер сияқты, мынау еврейлер сияқты өзінің бауырына тартпайды екен, жер кең бізде деп ойлаймын. Сосын өткенде бір Қытайдан келген жігітпен кездесіп қалдым. Сендер осы біздің Қазақстанға көшу жағынан ең баяу сендер екенсіңдер деймін да. Өзбекстаннан қотарылып көшіп келді, Моңғолиядан да көшіп жатыр. Неге келмейсіңдер десем, жаңағы біздің
айтып жатқан идеямыз айтады, ол империя түбі тарайды дейді, ол біздің жер ғой дейді. Иә. Сол кезде біз соны міне өз жерімізде тәуелсіздік аламыз дегенді айтады да. Ол кім кім алдыңды болжапты? Ол олай да болуы мүмкін, солай емес па? Иә, әрине, былай ғой, мысалға шынымен енді көп мына Алтай тауын қарасаңыз, Алтай тауының батыс жағына Қазақстанның территориясы ғой. Қазақстанның шекарасы. Алтайдың батыс бетінде де қазақтар отыр, Қазақстан жерінде. Алтайдың шығыс бетінде де қазақтар отыр, Баян-өлгейде. Алтайдың оңтүстігінде Қытайда да қазақтар отыр. Алтайдың солтүстігінде Алтай Республикасындағы қазақтар отыр. Қошағаш, анау нелер. Түркінің Алтайы ғой енді ол. Түркінің Алтайы, бірақ соның ішінде Түрк мемлекет. Қазақ, еще қазақтар. Иә. Соның ішінде Алтай тауының жаңағы айналасының бәрінде қазақтар отыр. Түркі деген. Бұл нені көрсетеді? Бұл ол жерде қазақ жайшейін отырған жоқ. Ол автохтон ұлт деген сөз. Ол кәдімгі сол өзінің атамекені деген сөз. Қытайдағы қазақтарды ол тұрғыдан түсінемін. Олар атамекенінде жаңағы өздерінің ата бабасының бейітінің қасында отыр. Содан кейін солын тастап қимайды, содан кете алмайды. Ол түсінік бар. Бірақ бір нәрсе бар. Мысалға, империялардың ассимиляциялық процестері өте жылдам жүреді. Өзі екі ұрпақта, үш ұрпақта бір аз халықтың анау үлкен халықтардың құрамына сіңіп кетуі үш ұрпақ. Үш ұрпақ деген 70 жыл, иә, асып кетсе 70 жыл. 70 жыл. 70 жылда ол біз енді мысалға Совет кеңес үкіметінің кезінде 70 жылда орыс болып кете жаздадық қой. Сол сияқты. Сәл-сәл қалдық. Енді сондықтан соны абайлау керек. Ол жағы да бар. Ол жағы да бар. Ол империя қашан тарайды деп отырсаң, өзің сіңіп кетесің ғой. Иә, сондықтан мен енді Қарақалпақты, Ноғайды Қазақстанға көшіру деген әрине ол да дұрыс шығар, бірақ бірінші мақсатта бізде қазір ең бірінші Қазақстанға қазақ ұлтын көп көшіруіміз керек. Ал Асеке, көп әңгіме айттық. Мынау түркілер туралы өзің сияқты маманнан керемет ақпарат алдық деп ойлаймын. Оны ғалымдар білер, бірақ көпшілікке бұл өте керек ақпарат болды. Енді мынау Алаштың арыстандары, Алаштың мықтылары, олар ғалым да болған, мұғалім де болған, әртүрлі салада болған ғой, өзің сияқты. Бірінші мынау мәдениет министрлігінде, тіл комитетінде шенеунік болып та істедің. Одан кейін бақ құралында айқын деген газет әлі де бар, үлкен газет. Сонда мәдени бөлімінде редактор болдың. Осы жөнінде бақтың қазақ тіліне әсері біз өзімізге қарай тартайық та. Сол жөнінде бір-екі ауыз айтып, сол сұхбатымызды аяқтасақ. Жақсы, рахмет. Енді шенеунік болып жарытпадым жалпы. Бір сөзім айтсам. Рамкаға сыймадым. Рамкаға сыймадым мен. Шығармашылық адам сыймайды рамкаға. Өзім көңіліме де жақпады. Жаман жұмыс істеген жоқпыз, бірақ енді өз еркіммен ол жұмыстан кеттім. Ол жерден де өз еркіммен кеттің бе? Ол жерден де өз еркіммен. Мен жұмыстың бәріне өз еркіммен кеттім. Содан мынадай ғой енді, тіл мәселесінде көп нәрсе негізі мемлекеттің қолынан келеді. Істеуге болады. Тіл саясаты арқылы реттеуге болады. Бірақ соны соған кедергі көп. Соны жасатпайды, я жасамайды. Енді оның жаңағы адамдардың түсін түсудің қажеті жоқ, өтіп кеткен нәрсе болды ғой. Бірақ алда егер біз мемлекетте тіл саясатын дұрыс жөнге қоймаса, онда кәдімгідей үлкен толқуларға осы тіл мәселесі алып келуі мүмкін. Оны енді саяси жағдайлардан көріп отқан адамдар бар шығар деп ойлаймын. Сондықтан тілге қазіргі жасап жатқан жұмыс аз, өте аз. Себебі біз жаңағы үкімет тарапынан. Себебі біз басында баяғыда бұдан бір 20-25 жыл бұрын айттық, жаңағы мынау облыстар, қазақ
тағы көп тұратын облыстар біртіндеп жаңағы іс қағаздарының бәрі мемлекеттік тілге көшіреді, барлық жиналыстар мемлекеттік жаңағы іс-шаралардың бәрі тек қана қазақ тілінде өтеді деген мәселе бұдан 25 жыл бұрын айтылған. Осы 25 жылдан бері ол неғып ол халық шынымен ол тек мынау Қызылорда, Ақтау, жаңағы Шымкентпен шектелмеу керек қой. Бұл бүкіл Қазақстанның территориясына түгел жайылу керек қой. Ол үшін кәдімгі жігер керек қой. Сондықтан бұл жерде осындай жағдай. Оны енді мемлекеттің саясатын, өз тіл саясатын менен жақсы білесің ғой енді оны. Иә, босаңдығы ғой. Иә, сондықтан енді ол жағдай солай. Ал енді мынау қызық болды Айқынға барған. Айқынға барып, Бауыржан Омаров редактор болды. Содан бір күн мен енді ол барам деген ойымды жұмысын құттықтап барған. Сөйтсем маған айтады, жұмысқа мәдениетке редактор керек, сен боласың. Ойбай болмаймын. Жоқ, боласың. Содан келістірді әйтеуір. Сонымен көрейін дедім. Бірақ қарасам, анау журналистер деген, ойбай, қандай журналистер және? Айгүл Ақанбайқызы. Ой, мықты журналист. Кім? Тәшенов. Төкең. Сәуле Абидинова. Ең мықты осындай журналистер. Солардың жаңағы мақаласын, мен редактормен солардың мақаласын қараймын. Содан қарап басым, жаңағы бір таңертең отырады, бір мақала түстен кейін отырады, тағы бір мақала жазып тастайды. А мен ғылыми мекемеден бір адам, бұл біздің мақаламыз деген 2 айда бір мақала жазамыз ғой, ең асып кеткенде. Шошып кеттім, содан 3 күннен кейін жаңа арызымды алып бардым, істемеймін, қорқып келіп жүрмін. Мынандай жұмыс істемеймін. Содан күледі маған қарап. Қалай ол, сен дәл осылар сияқты білесің ғой сен барлық нәрсені. Жазып үйреніп кетесің. 1 ай шыдашы деді, 1 ай көрші деді. Сол 1 айдан кейін өзімді дәл жаңағыдай жылдамдықта жаза бастадым ғой. Сөйтіп журналист болдым. Ол бірақ пайдасы тиді, оның үлкен пайдасы тиді. Себебі мына жалпы кез келген ғылымға, мынау жазуға келген адам жалпы журналистикадан бастаған дұрыс болады екен. Оны мен сол кезде ғана білдім, кеш білдім да, оны ерте бастауым керек екен негізі. Себебі үлкен материалдар жазып, үлкен мектеп, шығармашылық шыңдалады өте жақсы. Сосын кейін ғылыми стиль мен публицистикалық стильдің айырмашылығы бірден сезіледі. Бірден сезіледі. Керемет. Сондықтан оның да жағдайы осындай. Жалпы енді өмір жолымда істеген ешбір қызметіме өкінбеймін. Ешбір қызметімнен былай жек көріп істеген жоқпын, жақсы көріп істедім. Асеке, өзің барып сұрап алған жоқсың, осы жерге осындай маман келеді деп, бәрі өзің шақырды ғой, солай ма? Бәрі өзі шақырды, әлі солай. Сосын өзім жаңағы шаршаған кезімде өзім кеттім сосын. Ал бүгін Алматыда қандай қызмет істеп жатсың? Қазір Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында қолжазба қорында қолжазба және мәтінтану деген орталық, сол орталықтың директорымын. Енді бұл да менің өзім мамандығым. Нағыз шығармашылық ортаға қайтып. Шығармашылық орта. Нағыз ғылыми орта. Нағыз ғылыми орта. Ал іске сәт. Рахмет. Мынау сұхбатымыз соңғы болмасын, жалғасты болсын. Сізге сәттілік, шығармашылық табыс тілейміз. Жақсы, рахмет. Шығармашыл адамға, ғалым адамға ол қазір өмір енді басталды десе болады. Иә. Шығармашылық жоспарлар ол ұзақ мерзімге кетеді ғой. Әрине. Сол жолда сәттілік тілеймін. Аман болайық, денің сау болсын. Рахмет. Ал, құрметті көрермен, осымен сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық. Академия арнасы.